Hello everyone. Бүгінгі біздің тақырып Community Helpers 45-ші бет. Бұл жерде бірінші тапсырма Exercise first. Екі адам берілген. Екеуінің историясын бірінші оқимыз. Бірінші суретте бізде өрт сөндіруші firefighter, екіншісінде vet малдәрігер, жануарлар дәрігері. Айды оқимын. I'm a fight fire. I fight fires. Мен өрт сөндірушімін, мен өрт сөндіремін. I have breakfast and then I work all day. Мен бірінші таңғы ас ішемін, одан кейін күні бойы жұмыс жасаймын. Look, this is my helmet. Маған қара, бұл менің шлемім. In the evening, I have dinner with all the family. I always go to bed early. Мен кешке отбасының барлығымен бірге тамақтанамын, және де ерте ұйықтаймын. B. Екіншісі. I'm a vet. I help animals. Мен малдәрігермін, мен жануарларға көмектесемін. I have breakfast in the morning and then I work all day. Мен таңертең таңғы асымды ішемін, одан кейін күні бойы жұмыс жасаймын. Look, this is my bag. Маған қара, бұл менің сөмкем. In the evening, I watch TV. I always go to bed late. Кешке мен теледидар көремін, және де мен күнде всегда әрдайым кеш жатамын. Енді бірінші тапсырма бізге дұрыс жауаптарын белгілеу керек. Осы әңгімеге қарап отырып, екінші сөйлемді оқиық. This is my bag. Bag ол бізде B, ол Jenny'діңкі. I go to the bed early. Ерте жататын бізде firefighter, A болады. This is my helmet, A. Бесіншісі, I have dinner in the evening. A болады. In the evening. Кешкі ас ішемін деп айтқан, ол өрт сөндіруші. I go to the bed late. Кеш жатамын деген Jenny, сол үшін B. Жетіншісі, I have help animals, B. I watch TV in the evening, тоже B болады. Екінші тапсырма. Look, read and find the stickers. Бұл жерде сөйлемді жалғастыру керек. Суреттегі предметке қарап, ағылшыншасын жазамыз. Whose tractor is it? It's the farmer's. Бұл трактор фермердікі. Екіншісі, whose helmet is this? Бұл шлем кімдікі? It's the firefighter's. Бұл өрт сөндірушінің. Үшіншісі, whose bag is it? Сөмке кімдікі? It's the doctor's. Доктордың. Whose uniform is it? It's the policeman's. Кімнің униформасы? Полицейдікі. Келесі беттегі тапсырма матч белгілеп көрсету керек. A деген safe, яғни қауіпсіз. B деген not safe, қауіпті, қауіпсіз емес дегенді білдіреді. Бірінші, екі бала жүгіріп кетіп бара жатыр, жолдың ортасында, бұл деген қауіпті, сондықтан not safe, B болады. Екінші, жолдың ортасында велосипедпен кетіп бара жатыр, бұл да қауіпті, not safe, B. Үшіншісі, пешеходпен жүріп жатыр, бұл қауіпсіз, сол үшін A болады, safe. Төртіншісі, қауіпсіз, A, safe. Бесіншісі, бұл қауіпті, жолда телефонмен кетіп бара жатырған бала, B, not safe, қауіпті. Алтыншысы, машинада артқы орында отырған бала, бұл қауіпсіз, сондықтан A, safe болады. Next page is 47. Exercise first. Бірінші тапсырма. Which words have the long I sound? Put a tick or a cross. Қай сөзде I дауысы ұзағырақ айтылады, соған біз белгі птичка белгісін қоямыз. Қай жерде ұзағырақ емес, оған біз X белгісін қоямыз. Біріншісі fin, ол бізде ұзақ емес, сондықтан X деп белгілейміз. Екіншісі night, ол бізде созылып айтылады, сондықтан дұрыс. Птичканы қоямыз. Үшіншісі firefighter, бұл жерде де ұзағырақ айтылады. Төртіншісі right, ұзағырақ айтылады. Бесіншісі hospital, бұл жерде ұзақ емес, cross. Алтыншысы ship, бұл жерде де cross болады.